Сәлеметсіздер ме? Мен Сәлиева Сеткүл, көп жылдық еңбек етіп келе жатқан, осы адам арашасы болып келе жатқан дәрігер емшімін. Енді бүгінгі темада сіздерге кішкене ұл балаларда болатын қуық ауруы жайлы айтып өткім келеді. Кішкене балаларда көп кездесетін ауру кіші дәретке отыра алмау. Зәр шығатын кезде жылап мазасызданатын жағдайлар көп кездеседі. Зәр шығатын әпшуінің басына ірімшік сияқты нәрсе пайда болады. Зәр өтетін тесікке жабысып та қалады. Бұл воспалениеден болған, яғни қабынудан болатын ауру түрі болады. Қойылатын диагноз аремоз деп аталады. Емдеу жолына келетін болсақ, кішірек банкіге тұз құйып, тұз салып, әпшуін матырып ұстау, тұзды суға әпшуін матырып ұстап тұру керек. 10-15 минут. Не дәріханадан хлоргексидин менен тазалауға болады. Тазалаған соң либомукөл мазын, не ихтиолби мазды жағуға да болады әпшуінің басына. Ал қызарып асқынған жағдайда уролог дәрігерге көрсету керек болады. Қызарып кеткен параремоз диагнозы болады. Ары қарай дұрыс емделмесе паститке айналып кетеді. Баланың қызару мазасын кетіп ауыра берсе, ішкі жағын емдеу қиынға соғатын жағдайға болады. Ондай жағдайда сүндетке отырғызып тастайды. Дәрігерлерден кеңес береді сүндетке отырғызып тастауға. Әрине, сүндетке отырғызу үшін алдымен қабынуын, воспалительный процесті емдеп барып отырғызу керек болады. Бұл айтып отырғандарым өте көп кездесетін болғандықтан ойларыңызда болсын. Әрі үй жағдайында емдеуге болатын ауру түрі екенін ескертіп, алдын ала емдеңіздер дегім келеді. Қай ауруды болсын, асқындырмаған жөн. Аурудың алдын алайық. Балаларымыз аман болсын. Баланың ұрпақ әкелетін ұлдар болғандықтан, оның алдын алып емдеп отырайық. Ем болсын. Осы рецептпен емдесеңіздер өте пайда келтіреді сіздерге. Менен көмек алу үшін осы видеоның астында нөмірлерге хабарласуға, не болмаса сілтемеге өтіп, маған WhatsApp-қа хабарлассаңыздар болады.